Қыздар, гүлді Иранның бір қабат жібінен тоқимыз. Және мен ортасын ақ түсті жіппен тоқимын. Ол үшін сұқ саусағыма жіпті орап аламын. Крючокты астынан кіргізіп, бір соединительный петля тоқимын. Енді бір воздушный петля накетіліп, осы дөңгелектің ішіне мына жіпті ортасына қосып қоясыздар. Осы дөңгелектің ішіне 15 полустолбик тоқуымыз керек. Осылай осы дөңгелектің ішіне 15 тоқып шығамыз. Столбик тоқып болғаннан кейін полустолбик астындағы бастаған жібімізді кішкене тартып, ортасын жинаймыз. Және ең бірінші тоқыған екі воздушныйдан кейінгі төбесіне соединительный петлямен біріктіреміз. Және бір петля көтереміз да жібімізді кесеміз. Мына жіпті тартамыз. Ортасын тартамыз, жинаймыз. Енді қалаған жерлеріңізден бастай берсеңіз болады келесі қатарда. Екінші қатарда бір қатар столбикымен без накида тоқып шығамыз. Әр петляға бір-бірден 15 столбик без накида тоқып шығамыз. 15-ші петля бірінші петлямен біріктіреміз, соединительный петлямен. Енді 1, 2, 3, 4 воздушный петля көтеріп аламыз. 2 накид іліп, дәл осы жерге бір столбик с двумя накидами тоқимыз. Енді 2 воздушная петля тоқимыз, накидлеміз. Осы 2 столбиктің ортасына 8 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу. Мына воздушный петля болып көтергеніміз, ол бізде 8-ші болады. Общий бізде 8 столбик с одним накидом болу керек. Мына біреу, екеу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бірінші 2 воздушный петляны қосамыз. Қосып есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі петляға соединительный столбикпен соединять етеміз. 4 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4. Енді 2 накид іліп алып, дәл осы жерге столбик с двумя накидами. С двумя накидами деген қалай тоқылады? Бірінші жұмыс жібін тартып шығарып алғаннан кейін екеуінен бірлес өткіземіз. Кейін тағы екеуінен өткіземіз. Одан кейін екеуінен өткіземіз. Енді 2 воздушный петля накид іліп, осы екеуінің ортасына тағы 7 столбик с одним накидом тоқимыз. Мына 2 воздушный петлямен 8 болу керек. Енді келесі петляға соединительный столбикпен соединять етеміз. Дәл осылай айналдырып 15 штук мынандай тоқуымыз керек. Гүлдің лепестоктарын. Қыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді 15-шісін тоқимын. Соңғы лепесток 2 накидлемін. Столбик тоқимын двойной накидпен. 2 воздушная петля. 2 столбиктің ортасына кіргізіп, 8 столбик с накидом тоқуымыз керек. 1, 2. Осы жерге 8.
үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мыналар мешать етеді, қолыңызбен ұстап тұрып. Тоқимыз жетеу, соңғысы 8. Енді дәл бірінші тоққан жерге соединять етеміз. Соединительный столбикпен. Енді мына воздушный петлялармен соединять етіп жоғарысына дейін келуіміз керек. Бірінші столбиктің біреу, келесі петлядан екеу, одан кейін петлядан үшеу, және соңғы петля бар мына жерде, содан төртеу. Осылай лепестоктың басына келеміз. Енді 1, 2, 3 воздушный петля. Келесі лепестокты ашып, дәл мына ортасынан соединительный петлямен біріктіреміз. Тағы 1, 2, 3 воздушный петля. Одан кейін келесі лепестоктың ортасына крючокты кіргізіп, соединять етеміз. Осылай біріктіріп шығамыз лепестоктарды. 1, 2, 3. Келесі лепестоктың ортасына кіргізіп, соединять етеміз. 3. Келесін соединять етеміз. Каждый лепестокты 1, 2, 3 дәл ортасына кіргізіп, осылай соединять етеміз. Сол кезде лепестоктары өздерінің орнын тауып, формасын жақсы ұстап тұратын болады. 1, 2, 3. 1, 2, 3 воздушная петля. Ең бірінші тоқыған лепестогымыздан соединительный петля. Біріктіріп, 1 воздушная петля. Енді жіпті ұзынырақ қып кесіп аламыз, өйткені осы жіппен біз домашний тапочкаға тігетін боламыз. Тоқып болғаннан кейін гүлдеріміздің арасын ашып, осындай әдемі гүл болып шығады. Қыздар, міне осындай әдемі гүл болады. Ортасына моншақ өткізсеңіздер де, өткізбесеңіздер де өз еріктеріңіз. Енді мына ақ жібін біз жасыруымыз керек. Ақ жіптен де осындай ұзын жаққа қалдырып қойғанбыз. Ортасындағы отверстияны кішкене бекітуіміз керек. Ортасындағы жіпті тартамыз. Содан кейін мен мына ұзындау болып тұрған жіпті ортасына шығарып аламын, алдыңғы бетіне. Бұған осыған мен моншақ кіргізіп, осы жіппен байлап, моншақты қатайтып аламын. Жуғанда мықтырақ болсын деп, жіпті моншақтан 2 рет өткіземін. Одан кейін 2 ақ жіптің ұшын жақсылап байлап, 2-3 рет түйіндеп, жіпті кесіп тастаймыз. Бұл жіптің жасырудан қажет жоқ, бұл домашний тапочкаға тігілген кезде көрінбей қалады. Енді бұны қалай тігеміз? Мына жіптің ұшына ұзын қып қалдырған жібімізден осымен тігетін боламыз. Осы светпен. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, сол жеріне қоясыздар. Мына жіпті көзі үлкен енеге кіргізіп алып, орталарынан тігіп шығасыздар. Көктеп тігеміз. Оның ешқандай қиындығы жоқ, оны көрсету қажет жоқ деп ойлаймын.